Сәлем, бұл видеода біз практикаға көшеміз. Заманмен кестелеу сабақтарының ең маңыздысы бұл осы кестелеу барысы. Кеттік. Мына суретте қазір мына суретті біз вышивкаға айналдырамыз. Осы программа арқылы біз схема жасадық. Мінекей, схема дайын. Енді бұны пәлсеге саламыз. Міне, электронның уже пәлседі осындай қалыпта болады. Бұл пәлсе 14-14 см. Бұл схеманы біз флешкаға салдық. Енді флешканы вышивкаға саламыз. Вышивкаға салдық. Енді доступын тауамыз. Біз арнайы папкаларды құрып қоямыз өзімізге. 21 жыл, апрель қазіргі уақыт. И атын міне латынша қойдым. Латынша неге? Себебі бұл машинка латынша әріптерді ғана таниды. Эльна, экспрессив 830. Енді басқа машинкалар әртүрлі, әйтеуір біздікі солай. Так, ішін басамыз. Ішінде екі схема, біреуін уже жасадық. Міне бізге керегі осы. Таңдаймыз. Мынау каретка қозғалып өзінің орнына келді. Енді мынау экранға қарайтын болсақ, мынау біздің керек вышивка. Бұл жерде нені көреміз? Ең бастысы мына пәлсеға мән беру керек. 14-14. Ол біздің пәлсемен сәйкес келу керек. Содан кейін мына вышивканың жалпы размерлері. Мынау получается высота, мынау ширина. И мына жерде түстері бар. Енді біз пәлсенің өзін дайындайық. Міне пәлсе біз көріп тұрған мынау пәлсенің өзінің сызғышы. Жаңа біз экранны көрдік. Осы 14-14-ті. Бұл пәлсенің осындай арнайы өзінің бұрандасы болады. Бұрандасы сәл ғана бекітіп, примерно өзінің ішіндегісі мына қалпын сақтап тұру керек. Осыдан кейін біз алдындағы айтқан флизелинді аламыз. Мына флизелин еске түсіріп кетейік. Бұл бір жағында клейки, бір жағында не клейки. Аламыз да мына пәлсеге бекітеміз. Бекіттік. Сұрақ, не үшін осылай бекітеміз? Неге мынау барабан сияқты болу керек? Ал жауабы мынандай. Жалпы матаның өзі ол созғыш болып келеді. Енді көз алдымызға елестейік. Мына матаны напрямую пәлсеға бекіттік. Егер де вышивканың барысында мынау мата созып тұратын болса, онда анау сурет ошаққа орнатқан кезде созып тұрған бетінде жасалынады. А потом пәлседен оны алғаннан кейін мата өзінің қалпына келеді. Вышивка болса, как попало болады. Сондықтан біз осы флизелинді қолданамыз.